Мәссаған, Роза апа немересіне өткен аптада ғана дөр күретіп той жасап еді ғой. Лимузин жалдап, көшені басқа көтеріп, туған туыс ағайын бәрі мәз болып еді. Ал бүгін көршілер чатында жас отбасы ажырасып жатыр деген өсек тарапта. Бір аптада не өзгерді? Қызық. Қазақ қоғамында ажырасу жұқпалы дертке айналғандай. Көршінің қызы ажырасудың себептерін саралап көрді. Қазақстан ажырасу деңгейі бойынша әлемде екінші орында тұрғаны жасырын емес. Ал бірінші орында Мальдив аралдары бар. Қазақстанда 2025 жылы 45 мыңнан астам ажырасу тіркелді. Олардың 34 мыңы қалалық жерде тіркелсе, ауылдық жерде 11 мыңнан астам ажырасу бар. Бір қызығы, ажырасу көрсеткіші жоғары болғанымен қазақстандықтар үйленуге де бейім. Ахатқа қол ұстасып, бір отбасыға уәделескен жастардың көп бөлігі 4-5 жылдан соң ажырасуға өтініш беріп, екі жаққа кетуге асығатыны тағы бар екен. Оның себептерін талдап көрейік. Бір-бірін сүйіп, адал махаббатқа серт берген қос ғашық неге ажырасады? Әлеуметтік желіде Сәуле есімді бір оқырман жасым 20-да болғанда танымайтын адам алып қашты. 13 жыл күйеуіммен бір шаңырақ астында тұрдым деген тек аты ғана. Ол басқа қалада жұмыс істеді, мен оның отбасымен бірге тұрдым. Кейін арамыз суып, 4 баламен ажырастым дейді. Оның сөзінше ажырасуға себеп туған туыс. Біз біреудің отбасына кірісіп, ақыл айтқанды жақсы көреміз ғой. Ата-енеңді сыйла, күйеуіңді тыңда, тезірек бала ту, бір баланың бетіне қарамай, екінші, үшіншісін туып ал деп әйтеуір ақыл айтып жатамыз. Жастарға ақыл айтып жүріп, бір отбасының екі жаққа кетуіне себеп болып қалатынымызды да байқамаймыз. Бұл бірінші себеп. Атырау мен Маңғыстау облысында ажырасу көрсеткіші аз, ал ең көп ажырасу көрсеткіші Алматы аумағында тіркелген. Дегенмен бұл аймақта некелесу деңгейі де жоғары екенін есте сақтау керек. Мамандардың пікірінше ажырасудың екінші себебі тәуелділік. Қазір бұл үлкен дерт. Бір түнде бүкіл табыста, тіпті үйді бәске тігіп жіберетін лудомания бар, ішімдік, сыра, шарапқа да тәуелділік, зиянды затқа дегендер. Лудомания тек ерлер арасындағы мәселе емес, кейде әйел адамдар да бәс тігіп құмар ойынның құрбаны болып жатады. Бір айлық, бірнеше мың теңге, сосын бір көлік, тіпті бір үйді де құмар ойынға салып құрбан болатындар көп. Мұндайда махаббат қаншаға шыдайды. Сол себепті лудоманияда ажырасудың едәуір үлкен себебі болған. Ал көп ортада ажырасудың негізгі себептері ретінде үйленуге деген ниет бар, бірақ дайындықтың жоқ екені айтылады. Қыз бен жігіт болып жүргендер бір-біріне көп көңіл бөліп, сыйлық, романтиканың түбін түсіреді. Ал үйленген соң бойдақтық өмірді аңсап, үлкен қадам жасағанына өкініп те жатады. Сол себепті қазақта үйлену оңай, үй болу қиын деп те жатады. Жас отбасы үйленген соң айлығы шайлығына жетпей, бір-бірімен керісіп, қырылып, арадағы сыйластықты да жоғалтады. Бір-бірімізді түсінбейміз, танымаппыз, мінез үйлеспеді дейді. Бұған не дейсіз? Ал ажырасудың төртінші себебі зорлық зомбылық. Бұрындары не болса да қызға да күйеуге де шыда дейтін бір ауыз сөз үлкен тосқауыл болатын. Ал қазір елімізде әйел тағдыры, денсаулығы, оның қоғамдағы орны мемлекеттік қорғауда. Сол себепті бүгінгі жастар таяқ пен зорлық зомбылыққа төзбейді. Керісінше, бүгінгі жастар мансап қуып, өз жағдайын жасап, отбасы болуға асықпайтынын байқаймыз. Яғни өзім бей, өзім қожа деуге де болады. Олар өз қолы өз аузына жеткен тоқтықта өтіп жатқан өмірін отбасы бақытына айырбастағысы да келмейді. Ал ажырасудың бесінші себебі қандай? Оны сіз пікірге жаза кетіңіз. Осымен көрші қыздың әңгімесі аяқталды. Арнаға тіркеліп өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болайық.